Армысыздар достар, менің есімім Нұрбол Өнерхан, азаматтық белсендімін. Қазір Қазақстанның тәуелсіздігіне қауіптер төніп тұр. Сондықтан осы жайлы қысқаша айтып өткім келіп отыр. Осы видеомен бөлісіп, лайк басып, комментарий жазуларыңызды сұраймын. Ең бірінші қауіп ол әрине Ресей тарапынан геосаяси қысым, Қазақстанның ОДКБ құрамында болуы, Еуразиялық одақтың құрамында болуы, жақында Тоқаевтың Мәскеуге барып кезекті декларацияға қол қойып келуі тәуелсіздікке үлкен қауіп төндіріп тұр. Оның үстіне Қытай тарапынан да экономикалық тәуелділік, несиелердің болуы, шикізат өнімдерінің Қытайға сатылуы және экономикалық экспансия ол саяси тәуелділік деген сөз. Осының ішінде ең үлкен қауіп, нақты жоғары қауіп ол ішкі саяси тұрақсыздық. Қазақстанның ішінде Нұрсұлтан Назарбаевтың авторитарлық диктаторлық жүйенің құруы, Қазақстанда халықтың биліктен алшақтауы, халықтың сот, президент, депутаттарды, әкімдерді сайламауы, олардың халыққа жұмыс істемеуіне алып келді. Қазақстанда оппозициялық партиялар тіркеліп жатқан жоқ. Және Қазақстандағы 85 мың жалақы, төменгі жалақылар, халықтың 30 жылдан бері шешілмей келе жатқан мәселелер, оның барлығы негізінен қолдан жасалған. Себебі мемлекетте әрқашан қаржы жеткілікті болған. Тек жемқорлықтың есебінен ол тон алып, халыққа реформа жасалған жоқ. Сондықтан осының барлығын тек қана халық ұйымдасып өзгерте алады. Бір жақсы жері Қазақстанда оппозиция бар. Ол Алға Қазақстан оппозициялық партиясы. Қазақстанда бір айда қандай өзгеріс болады, 4 жылда қандай өзгерістер жасау болады, нақты саяси бағдарламасы бар. Қазіргі экономикалық тұрақсыздықты оңай түзеуге болады. Ең бірінші кезекте азаматтық қоғам құрылу керек. Халық оппозицияны жаппай қолдау керек. Қорыққанды қою керек. Қазақстан бай мемлекет, қаржы жеткілікті. Сондықтан кем дегенде жалақыны талап ету керек халық. Менің ойымша қазіргі уақытта орташа жалақы 1 миллион теңге болу керек, ең төменгі жалақы 500 мың теңге болу керек. Мұнайда жұмыс істейтін, экспорттық кәсіпорында жұмыс істейтін жұмысшылардың жалақысы 1,5 миллион теңге болу керек. Осыны жұмысшылар болсын, халық болсын шығып талап ету керек. Қазір ең белсенді дегендері бір ауылда, елді мекендерде, ауданда жиналып алады да, бір 10-20 адам шығады да, құрметті Қасым-Жомарт деп құлдар сияқты еліп тұрады. Ол дұрыс емес. Өздеріңіздің конституциялық құқықтарыңызды үйреніп, талап етулеріңіз керек. Қазақстанда қаржы жеткілікті, халық талап ете алады. 500 мың теңге жалақын төменгі жалақы талап етем, 1 миллион теңге талап етем. Экспорттық кәсіпорын жұмысшыларына 1,5 миллион теңге болуын талап етем деп, өздеріңіздің талаптарыңыз қоюға конституциялық құқықтарыңыз бар. Егер осылай қорқып отыра берсеңіздер, ешқандай өзгеріс болмайтын, ол ақиқат. Сондықтан өз конституциялық құқықтарыңызды үйреніп, ең бастысы талап етуді үйреніңіздер. Сонда аз уақытта бізде өзгерістер болады.